Кеш жарық, құрметті телекөрермен, бүгінгі телеарнамыздың тікелей эфирінде сәрсенбінің сәтінде шындықпен бетпе-бет бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда Ақжайық адалдық алаңының жаңа қадамы деген тақырыпта әңгіме өрбітпекпіз. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар ұсыныс, өтініш, уәждеріңіз болса 26-90-77 нөмірі бойынша күтеміз. Ал елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Құрметті телекөрермендер, сонымен қоса сіздер өз сауалдарыңызды жазбаша 8701-212-42-42 нөміріндегі WhatsApp мессенджеріне де жолдай аласыздар. Тікелей эфир барысында сіздердің шалған қоңырауларыңыз бен жазбаша жолдаған сауалдарыңыз міндетті түрде қабылданып оқылатын болады. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар, және бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Ақжайық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің басшысы Сәлиева Әлия Өтемісқызы. Әлия Өтемісқызы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сізге көп рахмет, осылай шақырып, біздің қандай жұмыстарымыз атқарып отырғанға, сіздерге, халыққа, біздің азаматтарымызға жеткізу үшін рахмет сізге көп. Енді сізді негізгі бағдарламаға шақыруымызға себеп болып тұрған нәрсе, бұл біз кейінгі кезде байқаймыз, осы Ақжайық адалдық алаңы жобасы дейді. Кейінгі кезде күннен күнге күш алып келе жатырғандығы. Себебі сіздер араласпаған мәселелер қалмай жатыр. Бүгінгі күнде барлық қоғамдағы өзекті деген мәселелердің ортасынан табылып, қазір солардың басы қасында жүрсіңіздер. Жалпы бізді таңғалдыратыны осы Ақжайық адалдық алаңы дегеніміз, бұл қандай мекеме жалпы? Мемлекеттік мекеме ме, немесе бір қоғамдық ұйым ба? Қашан құрылды? Неше жылдан бері жұмыс жасап келе жатсыздар? Әңгімені осыдан бастасақ. Өте маңызды сұрақ. Біздің жобаны жүзеге асыруға негізі елбасының 5 қазан 2018 жылғы қазақстандықтардың әл ауқатын өсу, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауы болып табылады. Ақжайық адалдық алаңы сыбайлас жемқорлық деңгейін азайту, жұртшылықтың сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілігін қалыптастыру, Батыс Қазақстандағы мемлекеттік билік институттарына азаматтың сенім нығайту. Осы мақсатпен құрылған. Біздер дейтін жобалық кеңсесі дегенде, біздер дейтін былай айтуға болмайды, бізде қоғам білістігі дегенде, біздерде былай жалпы тілмен айтқанша печать жоқ, есепшот жоқ. Біздер дейтін жобалық кеңсе ретінде жұмыс атқарып жатырмыз. Бірақ соны қосқан меморандум, біздің мына сыбайласқа жемқорлыққа іс-қимыл агенттік бар ғой, республика Ali Жатқанбаевичпен, сосын біздегі мында облыс әкімдігінің меморандум қол қойып, осындай жобалық кеңсе ашылған 18 жылда. Бірақ мен өзім 1 қаңтар 2019-та өзім басшысы болып істеп келе жатырмын. Неге дейсің, бірінші уақытта біз мемлекет органының маманы болып істеді, бірақ сосын өзгертті, жобалық кеңсесінің басшысы қоғам өкілі болсын деп. Яғни мемлекеттік ешқандай шенеунік, мемлекеттік қызметкер болуы тиіс емес. Бірақ біздің мемлекеттік, квазимемлекеттік органдар, мамандары, басшылар, орынбасарлары бізде маман болып есептеледі. Олар дейтін бізде енді келіп атса, олар іс-сапары келіп бізге жұмыс атқарады. Енді қазір кезде біздерде көбіне 90% деп айтайын, қоғамдық өкілдері жұмыс істейді, соның ішінде көбі жастар. Қазір енді пандемиямен байланысты еді, көбі жастар, волонтерлер жұмыс істейді, жұмыс атқарып жатыр. Бірақ біздерде жобаның жетекшісі Батыс Қазақстан әкімінің орынбасары Серік Архметуллаевич Егізбаев бізде, және сокуратор Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттік Батыс Қазақстан бойынша департамент басшысы болып табылады. Ол дейтін Рустам Сапарбекович Ақмырзаев дейтін азамат, және жобаның басшысы Батыс Қазақстан мен дейтін әкімнің штатынан тыс кеңесші болып қызмет атқарып жатырмын. Ол дейтін тағы да сол енді тегін штаттан тыс болғас. Мен ойлаймын, ол дұрыс. Неге дейсің, мен бір жерден сол мемлекет органда жұмыс істеп жатсам, я тағы бір жерде істеп жатсам, квази мемлекет орган, ол кішкене маған қиындық туғызады. Мен дейтін енді өзім қоғам өкілі болғасын, мен дейтін тікелей
ашық айтамын, халықтың, азаматтардың қандай өтініштері бар, арыздары бар. Соны мен жеткіземін мына мемлекет органға, әкім облысына, я әкім қаласына, я аудандық, және әкімшілікке. Және біздерде мына бүкіл аймағымызда ауылда, аудан әкімдерде, солардың біздерде Ақжайық адалдық алаңының ашылды. Өкілдері бар. Әрбір ауданда. Жастар ресурстық орталығының басшылары, олар біздің Ақжайық адалдық алаңының жұмысын атқарып жатқан. Өкілдігі болып табылады жергілікті жерде. Олар депті. Түсінікті енді, Әлия Өтемісқызы, жаңа өзіңіз айттыңыз, негізгі жобаның құрылу мақсаты бұл сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, жаңағы жұмыс сапасын жақсарту, мемлекеттік қызметкерлер. Ал сіздердің негізгі қызметтеріңіз не? Сонда қандай қызметтер атқарасыздар? Қандай салаларды тексере аласыздар? Қолдарыңызда қандай құзырет бар? Біздер дейтін енді былай тексермейміз, біздер былай айтқанша мониторинг өткіземіз. Біздер мына құқық органдарының жұмыстарын атқармаймыз. Олар дейтін өздері бар, құқық органдар. Олармен біздер көмек көрсетеміз, қоғам өкілі ретінде, және кеңесшісі болып. Және біздер қандай мына халықтың ой пікірлері бар, соны жеткіземіз. Біздер енді жоба өз қызметін келсе блоктар бойынша жүзеге асырады, жұмыстық сыбайлас жемқорлыққа жою және азаматтар үшін қолайлы жағдай жасау, қоғамдық бақылау жүзеге асыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, және көрсетілетін стратегия бағыттан бойынша мынада бағыттар бөлінеді. Ол дейтін білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, сәулет, құрылыс және тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, ауыл шаруашылық және жер қатынастары, және мемлекеттік кіріс органдары, сот және құқық органдар, қорғау органдары. Солар көптеген осы салалармен біздер жұмыс істейміз. Мен айтқым келеді, осы сол барлық біздің мемлекеттік, квазимемлекеттік органдардың басшылары өздері біздерге маған телефон соғып айтады, бізге көмек беріп, өздерінде мемлекет органдарда кеңес қоғамдар ашылған. Оларға өздері тікелей біздермен жұмыс істегісі келеді. Яғни, жаңа сіздің айтқаныңыздан түсінгеніміз, қоғамдағы жалпы барлық салалармен етене белсенді түрде бірігіп жұмыс жасайсыздар. Біздер енді қазір кезде бірінші қоғамдық бақылау картасы. Біздер қазір бірінші уақытта тұрмыстық жемқорлықпен байланысты жұмыс істедік. Сіз білесіз, кезінде поликлиник бірізге барса, бая конфет аппараты, тағы бірдеме аппараты, ақшалай береді. Солмен жұмыс істедік. Қазір енді біздер кішкене қоғамдық бақылау бюджетті. Бюджет картасын қоғамдық бақылау интерактивті картасы дейді. Мемлекеттік сатып алу мониторингі. Сондай қай жерде бізде мемлекет бюджеттің ақшасы бар, соны біз бақылаймыз. Неге соншама ақша бөлініп жатыр, кімдер оны алып жатыр, қалай жұмсалып жатыр, сосын жұмсалған істеген жұмыстардың сапасы қандай. Сондай жұмыстар қазір атқарып жатырмыз. Сонымен бір сіз естігенде боларсыз, біздің адалдық алаңының республика жобалық кеңсесінің төрағасы келді, Байгулов Төлеген Зейнешұлы, ол дейтін бір 3-4 күнде астам болды, көп жұмыстар атқарды, және Бөрлен ауданға, Теректі ауданға, Қазталов ауданға, Тасқала аудандарға барып, көп сондай жұмыстарды өзі атқарып келді. Ол көп сондай, және сосын ол бүкіл біздің Қазақстан аймақтарын аралап жүр. Қазір кішкене пандемия басылғасын бізге батысқа келді. Осы тамыз айында. Рахмет. Жаңа өзіңіз айтқандай, біздер бұл іс-сапардан хабардар едік, себебі біздің әріптестеріміз бірге жүріп, басы-қасында болып, ақпараттандырып, қандай кемшіліктер болды өңірде, соны көрсеткен еді. Біздер енді сол туралы дайындалған арнайы бір шағын сюжетіміз бар еді, алдымен соған назар аударайық, әрмен қарай әңгімеміздің өзегі қылып осы сюжетті тарқатармыз.
Бұл Мөңкеұлы 113-1 мекен жайындағы көп қабатты үй. Үй 1 жыл бұрын тапсырылған. Мердігер компания Алтайр. Тапсырылғанына 1 жыл болмаған үйдің проблемасы шаш едек. Я всем звонила. И никто не реагирует. Вот сколько уже 2 года. Вот год прошел, еще остался. Вот 10 месяцев я с первого дня стала говорить. Придем, сделаем, обещают, все время придем, сделаем. А потом говорят, а я думал, что у вас все уже Они не устранили. успевают, один приходит, как они говорят, мы ждем, Я не видела, отпрашиваемся, например. Я лично не видел, потому что были дни, Окна, когда вот я сами ждала. окна поправили мне, например. У меня нигде не свистит, ничего. Окна, пришел человек, а стекло разбито, как было, так нет стекла, и все. Адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мақсаты мемлекеттік бюджеттің ақшасына салынған үйлердің құрылыс сапасын бақылау, талдау жүргізу. Бұл жолы тұрғындар үйдің терезесінен жел гулейтінін, балкондардың есігі ашылып жабылмайтынын айтты. Мердігер компанияның 2 жылдық кепілдік мерзімі бар. Олар мұны жөндеуі керек. Орал қаласындағы күйіп тұрған мәселенің бірі жолдардың сапасы. Мониторингтік топ мүшелері Аймауытов, Жұмабаев көшелерінде жүріп жатырған жол құрылысын бақылады. Бұл жерден арнайы сынама алынып, тас жолдың ені, ұзындығы, қалыңдығы бәрі тексерілді. Технадзорда третье лицомен еще манағы не болу керек. Лабораторияға. Договор, соны айттым ғой. Өздер істейді, соны айттым ғой, өздер істейді. Өздер келісімшарт бөлек істейді, оған біздің қатысымыз жоқ. Өйткені бұл кісілер мысалға мына кісілерге обращаться етпей, бірінші өздерінің несін қарап алу үшін. Аккредитованный өзінің бөлек лаборатория. Соны айтам. Мониторинг топ мүшелері Орал қаласындағы жол құрылысын жалға берілетін үйлерді тексерді. Тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасы арқылы төбелері жөнделген. Бірнеше көп қабатты үйге мониторинг жүргізілді. Тұрғындармен сөйлесіп, халықтың арыз тілегі тыңдалды. Аренда жилье дейді, сол жақтан тұрғындардың уже несі арыз шағымдары бар. Ол жағынан біздің осы Батыс Қазақстан облысы бойынша адалдық алаңы қазір бәрін істелінетін нәрсе. Оның гарантийный сроктары бар, сондықтан оның бәрін просто бақылауға алу керек. И ол осы жақын арада бәрі ретке келтіріледі. Халық тарапынан айтылған барлық сын ескертпелер тиісті мекемелерге жіберіліп, қажетті шаралар жасалады дейді мониторинг топтың мүшелері. Рахмет. Енді осы орайда бізге хабарласып тұрған бір телегөрерменіміз бар екен. Алдымен сауалын тыңдап алайық. Әрмен қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Кеш жарық. Сіз эфирдесіз. Алло. Кеш жарық, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз. Екі қоғамдық сұрақ. Электроэнергия, газдың тарифтері. Жақын арада тағы да көтеріп отыр тарифті. Бірталай посредник бар екен. Сол, мына мысалы электроэнергия осы жақын арада көтерді. Сосын енді газ енді ол білеміз өздеріміз. Ол Оренбургтан пока келгенше қанша посредник. Енді антимонопольный ол қарамайды. Сол қоғамдық сұрақты кім көтеру керек? Сіз көтересіз бе? Сондай бар ма сіздерде? Ол бірінші сұрақ. Сосын екінші, мына жолдарды жасағанда технадзор деген бар ол, қарайтындар. Олар қарағанда подрядчиктер айтады. Вот дұрыс технадзордың қолы бар деп. Бірақ оның үстінде, технадзордың үстінде тағы бір мониторинг группа шығады. Ол неге сонша адам қарайды соны? Осы сонда технадзор дұрыс қарамай ма? Сол сұрақтарды ода қоғамдық сұрақ қойған. Әрине. Ол екі сұрақ, соны айтып берсеңіз. Рахмет. Рахмет сауалыңызға. Енді телегөрерменіміз қоғамдағы қазіргі мазалап отырған, қоғамда өте өзекті сұрақтарды қаузап отыр десек те болады. Ең бірінші осы тариф мәселесіне келсек. Жақында өзіңіз білесіз. Батыс энергоресурс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі электроэнергиясының бағасын көтеруге мәжбүрміз деп мәлімдеді. Жалпы бұған мониторинг жүргізе аласыздар ма? Жалпы қаншалықты қисынды осы? Ол дейтін антимонопольный неге барады органға. Сондай өзінің ұсынысын жасайды. Біздер тарифті көтереміз. Бірақ ол үшін біздерді халықпен кеңес өткізеді. Отырысы, келісім. Бірақ мен білемін, тыңдауда. Бірақ мен білемін, көп кісілер қатысты. Солардың өздері, біздің тұрғындар, халық
дейтін олар сондай сұрақ беріп жатыр, неге көтеріледі деп. Қазір кезде енді мына пандемия болды, көп жұмыссыз қалды, кішкене өзіміздің мына айлық ақшаларымыз көбі жоғалтты дегендей. Қазір кезде мен өзім пікірім, қазір кезде көтеретін ол дұрыс емес. Бәлкім оларға таңдау керек, қарау керек. Неге батыс энергоресурс сондай қазір кезде тіпті мына карантин дұрыс әлгі ашылған да жоқ. Қазір мына коронавирус ешкім жеңген жоқ та. Біз Қазақстанда дүние жүзінде әлі көпшілік қазір кішкене босатты бізді. Тағы ол көтеріліп кетеді ме білмейміз. Сол кезде неге сол көтеріледі деп сон мәселеді біздер енді бақылауға аламыз, сонымен байланыс жасаймыз. Неге екен сондай? Не себебімен сол бағасы тарифті көтеріліп жатыр қазір кезде, қазір уақытта. Соны мен енді қазір басқа жұмыстармен айналысып болып, осы мына келесі жұмада сол жұмыспен осы мәселеге көшесіздер. Сөз бересіз. Ол дейтін олар мен сарапшылар керек. Сондай мына бірінші біздер дейтін оны біз азамат тұрғындар сондай сұрақ береміз, бірақ біздер қоғам өкілі болғасын, біздер енді мен сарапшы емеспін ғой энергетикте, бірақ соның біздерде кеңесшілер бар, сарапшылар бар, солармен сөйлесіп, біздер дейтін тіпті мына батыс энерго ресурстар неге, қандай расчет қайда, мен мына әлеуметтік желіде көрдім, бірақ мен не көрген жоқ мына расчеттерін, қалай, есепті қалай. Қалай шықты, неге шықты, оны көрсетілмеген. Менде де өзімде көп сұрақтар бар. Яғни сіз қазіргідей қиын уақытта, осындай халық қысылып отырған уақытта электр энергиясының бағасын көтеруге қарсысыз ғой жалпы өзіңіз? Мен өзім тұрғын, мына азаматша ретінде. Рахмет. Енді сөз бердіңіз, біздер үміт күтеміз, сіздердің жұмыстарыңыздан бір нәтиже шығады деген ойдамыз. Екінші сауал, жаңағы телекөрерменіміздің айтқаны, мына жол салынса да, біздерде үй салынса да арнайы мемлекеттен бөлінген техникалық қадағалаушы мамандар бар. Біздер неліктен соның үстіне тағы барып тексеріс жүргізуге тиістіміз? Егер кілең негіз барлығы тексеріс болып кетті ғой қазір. Мониторинг тобысы бар, соны тексеретін. Тіпті біздерде мына сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл агенттің департаментінің тіпті несі бар, жобасы бар, сапалы жол дейтін. Әдейі сондай құрылған. Бірнеше мекеме тексеріп отыр. Сапалы жол. Осындай неге бір-біріміздің үстімізден тексеріп беруге тиістіміз дейді қазір. Телекөрерменіміз айтады. Әлде бұл манағы техникалық қадағалаушының жұмысын дұрыс атқармай отырғандығынан ба? Ол да бар, бірақ біздің мына көп мониторинг өткізгенде қазір жашаған жер ауданда, біздің өзіміз, қала аудан. Сол жерде енді көп үйлер салынған жеке, соның арасында жолдар өткізіп жатыр. Сонда біздер мониторинг тобы барғанда тұрғындар шықты сол үйлерден. Ағаларымыз, апаларымыз, балдар. Сол көп кемшіліктерді айтты. Біздерде қазір осыған не бар әлгі, мынадай канал өткізеді, қалай бара. Арықтар, солар дұрыс етмес деп. Сосын біздерде мына түнде тас қараңғы, соның ішінде неге освещениеді қаралыстырмаған, және мына автобустардың остановкалері неге қоймайды. Сосын жолды салғанда не жоқ, разметкалер жоқ. Сонда көп мәселелерді қойды. Сонда мен де өзім мына бір жыл жарым, 2 жылдай жұмыс істеп келатырмын ғой. Сонда мен де өзімге сұрақ беремін. Неге бізді осы мына Ақжайық адалдық алаң жобалық кеңсесін құрылды? Неге арнайы мониторинг тобы керек? Тіпті мына қазір айтып жатырмын, қоғамдық бақылау керек. Неге? Бар подрядчик, мемлекет орган бар. Олар дұрыстап мемлекет органдар, мемлекет бір халықтың ақшасы ғой, бұлар мемлекет дегенде. Ақшасына ойнап әлгі не тендер алады. Сосын дұрыстап неге сол жолды жасамайды? Бірақ қазіргі өзіміз көріп отырмыз, біз керекпіз. Азаматтың, халықтың бақылау және мониторинг, тіпті арнайы мониторинг тобының бақылауысы керек. Деп, технадзор, сіз естіген боларсыз, бір ай бұрын әкім облысы өзі барды ғой, сол жолды бұлай мониторинг өткізуге, қарауға. Сонда қастарында мына технадзордың өкілдері болмаған. Неге бар жүрмейді олар? Біздер дейтін барғанда сол лаборатория бар, мына технадзор. Оларды біздер қараймыз, ал жол дейтін жылтырап жатыр. Оның қандай ішінде, оның үшін бәрін бір шығарып,
қарау керек, оны дейтін сарапшылардың нелі пікірлері керек. Ол дейтін біздер енді сарапшамыз бір көрдік, бірақ тұрғындар айтады, су былай кетіп қалады, ертең жаңбыр жауғанда, су жиналғанда, сулар былай дұрыс жиналып қалады деп сондай. Түсінікті, Әлия Өтемісқызы, аха. Енді осының барлығын көрдіңіздер, өз көздеріңізбен барып көрдіңіздер. Тұрғындардың шағымы негізсіз емес, олар расын айтып отыр. Қайда ұсыныс бердіңіздер? Енді осының нәтижесі бола ма? Тексеріс жүргізіп қайтадан қалпына келтіріле ме? Монитор өткізгенде тек қана мына қоғам өкілі деп бармаймыз. Қасымызда мына облыс әкімінің орынбасарлары, қаланың орынбасары, мына бізде бар ғой, мына тұрғын үй коммуналдық шаруашылық органдарының мамандары, басшылары қастарымызда жүреді. Соларды және сосын подрядчиктің өздерінің бірінші әлгі басшылары, сол подряд алған кісілердің кәсіпкерлік басқарып жүрген азаматшылар қастарымызда жүреді. Соны бәріміз халықпен, жаңа мына сюжетте көрдіңіз ғой, қасымызда жүрген азамат Мұсилов дейтін, ол көптен бір мына сондай мәселе көтеріп жүр. Мына жолдың жөндеу, салу, құрылыс сапасын. Баяғыдан бері соны біз қасымызға алып жүреміз, тағы басқа мына белсенді азаматтар. Солардың бүкіл пікірлерін айтып, жеткізіп, және сосын тағы барамыз ғой. Айтады, бір-екі айда, 10 күнде бізде мұнаны дұрыстаймыз. Қайта бару біз тиістіміз. Бір емес, 2 рет, 3 рет баруын тиістіміз. Сондай жағдайға біз қазір келіп отырмыз. Рахмет, Әлия Өтемісқызы. Бізге хабарласып отырған телекөрермендеріміз де бар. Жаңа әлеуметтік желі арқылы сауал жолдап отырғандар да бар. Енді әлеуметтік желі арқылы бір телекөрерменіміз мынандай сауал жолдапты. Мөңкеұлы 89-шы мекенжайдың қасындағы қазылған шұңқырлар қашан бітеледі? Айналамыз шаң тозаң, балалар өтеді, ішіне құлап қалама деп қорқамыз дейді. Осы қазылған жердің жатқанына 1 жыл уақыт болды дейді. Осыны бағдарлама аяғында өздеріңіздің қаперіңізге салып, осында назарға алуларыңызды сұраймыз. Біздің шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізде телекөрермендерімізді осындай құнды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға бізде телекөрермендерімізде дән риза деген үміттеміз. Жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбінің сәтінде амандықпен кездескенше.